Кеш қадірлі көрермен қауым, кез келген өркениетті мемлекет өскелең ұрпақтың денсаулығын сақтауды, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ерекше қамқорлыққа алады. Кәмелетке толмағандардың мүдделерін қорғау мәселелері айқын әлеуметтік бағыттылығымен сипатталады. Олардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың негізгі кепілдіктері халықаралық нормативтік актілерде және Қазақстан Республикасының заңнамасында бекітілген. Сонымен қатар отбасындағы зорлық-зомбылық мәселесі біздің елімізде дербес әлеуметтік мәселеге айналды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған жолдауында әсіресе балаларға қатысты қылмыстарға қолданылатын жазаны шұғыл түрде қатайту қажет деп атап өтті. Төрелік бағдарламасында бүгін ата-ана мен оларға теңестірілген тұлғалардың кәмелет жасына толмағандардың құқықтары мен заңды мүдделеріне нұқсан келтіргені үшін жауапкершілігі тақырыбын талқылаймыз. Хабардың спикері облыстық кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ауданаралық сотының төрайымы Дариға Оспанова. Дариға Қазбекқызы, студиямызға қош келдіңіз. Дариға Қазбекқызы, жауапкершілік деген ұғым бар. Бүгін талқылағалы отырған тақырып төңірегіндегі жауапкершіліктен бастасақ, азаматтық, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік. Кәмелетке жасы толмағандардың әкімшілік жауаптылығы ол заңмен қалай реттелген? Жалпы жауапкершілік ұғымына ғұламалар да қарапайым қазақта ойланып жауап береді деп ойлаймын. Жауапкершілік ұғымына әр адам өзінің қасиетіне қарай, адамгершілігіне қарай, өмірге деген көзқарасына қарай борыш, міндет, тіпті сенім, ар-ұждан деген сөздермен де қоса айта алады. Бүгінгі сөз бізде кәмелет жасына толмағандарға қатысты жауапкершілік, ата-ананың, заңды өкілдердің баланың алдындағы жауапкершілігі туралы болмақ. Жауапкершілік туралы қазақтың ертеден келе жатқан сөздерін айтатын болсақ, мақал ретінде әкесіне қарап ұл өсер, шешесіне қарап қыз өсер дейді. Әкесі мақтамағанды ел мақтамайды деп тағы көрсетеді. Бұл сөздердің барлығынан біз қазақ халқының, қазақ елінің жауапкершілік ұғымына өте үлкен мағына беретінін біле аламыз. Кәмелет жасына толмағандардың жалпы әкімшілік жауапкершілігі туралы айтатын болсақ, әкімшілік жауапкершілікке кәмелет жасына толмаған тұлға ретінде 16 жасқа толған, бірақ 18-ге толмаған есі дұрыс адам деп танылады. Ал Қазақстан Республикасы неке ерлі-зайыптылық және отбасы туралы кодексінің нормаларына сүйенсек, кәмелет жасына толмаған деп жасы 18-ге толмаған азаматты айта аламыз. Осы кәмелет жасына толмаған тұлғаның жауапкершілігі туралы айтатын болсақ, бұл жерде жауапкершілікке 16-дан асқан кез келген есі дұрыс адам тартылатыны және оны жауапқа тартудың ерекшеліктері бар екендігін айта өткен жөн. Бұл жерде кәмелет жасына толмағанға қатысты 10 айлық есептік көрсеткіштен асатын мөлшерде айыппұл салынбайтыны және ескіру мерзімі ерекшеленетіні, кәмелет жасына толмағанның әкімшілік жауапкершілікке тартылған тұлға деп танылатын мерзімінде ерекшелігі бар. Осылайша 18-ге толған тұлғаның әкімшілік жауапкершілікке тартылған мерзімі ретінде қаулы заңды күшіне енген күннен бастап 1 жыл есептелсе, кәмелет жасына толмаған бала үшін бұл мерзім 6 айды құрайды. Кәмелет жасына толмаған тұлғаның әкімшілік жауапкершілікке тарту мерзімі оны құқық бұзушылық жасаған сәтінен бастап 1 айлық мерзімді құрайтыны, бұл кәмелет жасына толмағанға қатысты жүргізілетін әкімшілік іс жүргізудің ерекшелігі деп айтып өтсек болады. Кәмелет жасына жетпегендерді әкімшілік жауаптылықтан және әкімшілік жазадан босату мүмкіндіктері заң жүзінде қарастырылған ба, ол қандай жағдайда мүмкін болуы ықтимал? Бізде Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің нормаларына сай кәмелет жасына толмағанды әкімшілік жауапкершілікпен жазадан босату мүмкіншіліктері қарастырылған. Осылайша жазадан босатуға негіз болып, кәмелет жасына толмағанның бұл құқыққа қарсы әрекетті жасауға қандай себеппен негіз алып келгені, оның отбасы жағдайы, тәрбиесі, тіпті психикалық жағдайы да ескеріледі. Осылайша сот кәмелет жасына толмаған тұлғаны жауапкершіліктен босата отырып, оған заңды түсіндіру және оған құқыққа қарсы әрекетімен келтірген зиянды өтеу, немесе белгілі бір әрекеттерді жасауға тыйым салу, шектеу түріндегі тәрбиелік ықпал ету шараларын қолданылады.
тәрбиелік ықпал ету шаралары кәмелет жасына толмағанға қатысты 3 айдан 6 айға дейінгі мерзімде тағайындалады. Заңды түсіндіру өз кезегінде кәмелет жасына толмағанға бұл құқыққа қарсы әрекеттің жасалу себептерін және оның салдарын түсіндіруден тұрады. Сонымен қатар кәмелет жасының өзінің құқыққа қарсы әрекетінің нәтижесінде келтірген зиянды өтеу, ол оның материалдық жағдайына байланысты белгіленуі мүмкін. Құқық бұзушылық салдарының ауырлық дәрежесіне қарай қылмыстық жауапкершілікте заң жүзінде бекітілген. Оған қолданылатын жазаның түрлері қандай? Осы жайында әңгімелесеңіз. Егер біз жалпы кәмелет жасына толмағандарға қатысты жасалатын қылмыстарға тоқталатын болсақ, бұл жерде жауапкершілікке заңды тұлғалармен қатар арнайы субъект деп айтуға болады. Бұл өзінің атқаратын қызметіне сай жауапкершілікке тартылатын тұлғаларды да атап өте аламыз. Бұл жайда баланы асырап алуға қатысты мәліметтерді жариялау. Сонымен қатар баланы асырап алуды жалған жүргізген үшін жауапкершілікте көзделген. Бұл жердегі жауапкершілік арнайы субъект деп есептелінеді, яғни қызметтік міндетіне сай осы асырап алуды жүргізуге міндетті тұлғалар болып танылады. Ал ата-ананың балаға қатысты құқықтарын бұзғаны үшін қылмыстық жауапкершілік туралы айтатын болсақ, ол қазіргі уақытта біздің қоғамның үлкен орны толмас апаны болып табылатын алименттік міндеттерді орындамау туралы біз айта аламыз. Осылайша қылмыстық жауапкершілік ол қоғамға қауіптілік дәрежесіне сай қамауға алу түрінен бастап 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді. Ауыр жазаға анасының жаңа туған сәбиді тастап кетуі, болмаса кәмелет жасына толмағанға қатысты жыныстық бостандығына қатысты құқыққа қарсы әрекет жасаған жағдайда қарастырылады. Дариға Қазбекқызы, әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен ерекшеленетін азаматтық жауапкершілік ол кімдерге қатысты қолданылады? Егер біз жалпы азаматтық жауапкершілік туралы айтатын болсақ, сіз дұрыс айтасыз, бұл жауапкершілік түрі оны бір қоғамнан оқшаулауды қарастырмайды. Сәйкесінше бұл жауапкершілік түрі тек қана ата-анаға қатысты қолданылады. Яғни кәмелет жасына толмаған тұлғаның шешесі мен әкесіне. Осылайша егер ата-ана өзіне жүктелген міндеттерді жеткілікті дәрежеде орындамаған болса, яғни заңмен бекітілгендей оны тәрбиелеу, денсаулығын сақтау, білім беру міндеттерін атқармаған жағдайда оған қатысты ата-ана құқығынан айыру және ата-ана құқығынан шектеу түріндегі шаралар қолдануды қарастырған. Белгілі бір себептерге байланысты ата-ана құқығынан айырылды делік. Ол қай уақытта қалпына келтірілуі мүмкін? Ата-ана құқығынан айырылған адамның, яғни ата-ананың бұл құқықты қалпына келтіруді де заң бекіткен. Бұл мәселе сотпен қаралады. Және бұл мәселе қараудың негізі болып ата-ананың бала тәрбиесіне, баланың тұрмыс тіршілігіне, оның білім алуына, денсаулығына, өмір сүруіне деген көзқарасының өзгергені туралы сотқа жеткілікті дәлелдемелерді жинап жеткізуі ең басты негіз болып табылады. Дариға Қазбекқызы, бұл жерде тағы бір мәселе туындайды. Ата-ана құқығын қалпына келтіру баланың мүддесіне қайшы келіп жатса не істеу қажет? Егер ата-ана құқығынан айырылған адамға қатысты мәселе екінші мәрте қаралатын болса, яғни бұл ата-ана өзінің өмірге деген, балаға деген қарым-қатынасының өзгергенін және пайымының өзгергенін сотқа дәлелдейтін болса, ең бірінші назарға алынатын нәрсе сотпен бұл баланың әкесінің және шешесінің оған қатысты құқығының қалпына келтірілуге келісімі. Неке және ерлі-зайыптылық туралы кодекстің нормаларына сай 10 жасқа толған баланың сот процесіне қатысуы және сот процесі барысында қойылған талап бойынша пікірі анықталады. Егер бала 10 жасқа толмаған болса, онда сот шеңберінде іс жүргізуге маман ретінде психолог қатыстырылып, ол баламен жұмыс жасап, психологтың маман ретінде берген қорытындысы негізінде баланың ата-анасына қатысты құқықтарын қалпына келтіру мәселесі анықталады. Осы негізде егер бала бұған
мүлде бас тартатын болса, ең бірінші мемлекет тарапынан қорғау жүзеге асырылатынын назарға алсақ, біз сот тарапынан бұндай мәселеге терең қарап, терең шешеміз. Баланы асырап алып, кейін оның мүддесі мен құқығы аяққа тапталып жататын деректері де аз емес. Осындай жағдайда асырап алудың күші жойылмаған болса, ата-ананың құқығы қалпына келтіріле ме? Егер бұл мәселені терең зерттейтін болсақ, жалпы ата-ана құқығы айырылғаннан кейін бала егер әкесіне де шешесіне де қатысты ата-ана құқығынан айырылса, онда бала қамқоршылық және қорғаншылық органының қарамағына беріліп, балаларға арналған арнайы ұйымдарда немесе оған қатысты қамқоршы немесе қорғаншы тағайындалады. Осы сәтте егер балаға қатысты асырап алу жүргізілсе, ал осы асырап алу жүргізілгеніне қарамастан өзіне қатысты ата-ана құқығынан айырылған әке немесе шеше өзінің ата-аналық құқығын қалпына келтіруге ниет білдірсе, ең бірінші оның жүзеге асыратын нәрсесі бұл бала асырап алудың күшін жою. Яғни, егер бала асырап алынса, онда еш мүлтіксіз ата-ана құқығын қалпына келтіруге мүмкіншілік жоқ. Ата-ана құқығынан айыру туралы шешімнің күші қай уақытта? Мысалы үшін олар белгілі бір мерзімде жаңағы барлығы сараланып зерттеле ме? Мысалы үшін әлде жаңағы сотқа берілген өтініш бойынша қарастырыла ма? Ата-ана құқығынан айырылған адамның өзінің ата-ана құқығын қалпына келтіру туралы арыздарын қарайтын болсақ, бұл жерде ең бірінші дәлелдемелерін біз атап өттік жаңа. Бұл оның тұрмыс тіршілігінің жағдайының жақсаруы. Мысалы, ата-аналық құқығынан балаға жеткілікті дәрежеде қарамаудың себебінің бірі баспанасының болмауы, яғни бала бұл жерде өз-өзіне беріліп, тұрғын жайдан кетіп қалады, болмаса тұрғын үйге лайықсыз болады. Сол кезде ол өзінің баспаналы болғаны жөніндегі мәліметті береді. Егер ата-аналық құқығынан жат қылықтарды жасағаны үшін, мысалы, алкогольдік, нашақорлық, болмаса уытқымарлық, нәтижесінде диспансерлік есепте болу себебімен ата-ана құқығынан айырылса, онда бұл арнайы емнен өткені. Қазіргі уақытта бұл өзінің нәпсісіне қатысты аурулардан айыққаны жөніндегі мәліметтерді сотқа ұсынуы тиіс. Осы жағдайлардың бәріне саралай келе, сот оларды өзге дәлелдемелермен бағалап, барып, сіз жаңа айтып өткендей, баланың өзінің ниетінің бар жоқтығын анықтап барып қана шешім шығара алады. Ал егер асырап алу орын алса, және асырап алынған балаға қатысты өзінің әке-шешелік құқықтарын қалпына келтіргісі келген тұлға, бұның ең бірінші жасайтын нәрсесі бұл бала асырап алудың күшін жою. Осы мәселе жөнінде сотқа арыздануы тиіс. Бала асырап алудың күшін жою жөніндегі арыздарды бере алатын тұлғалар бұл прокурор, баланың ата-анасы, қамқоршысы немесе қорғаншысы. Дариға Қазбекқызы, ата-ана құқығы қай кезде шектелуі мүмкін? Осындай іс қаралған кезде оған кімдер қатыса алады? Ол жерде балаға қатысты қандай оң өзгеріс қадам жасалады? Жалпы бұл кәмелет жасына толмағандардың істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың соттылықтағы талап қою арыздарының бірі, және бұл істер ең бірінші қамқоршылық және қорғаншылық органдарының қатысуымен және соның қорытындысы негізінде жүзеге асырылады. Бұл іске егер тараптар қажет деп таныса және талап тілек білдірсе, прокурордың да қатыстырылуы мүмкін. Ал жалпы шектеу мәселесіне келетін болсақ, шектеу туралы істі қарау барысында біз бірінші талап қою арызының негізділігін қараймыз. Талап қою арызын прокуратура органдарымен қатар қамқоршылық және қорғаншылық органы, сонымен қатар осы кәмелет жасына толмаған баланың мүддесін қорғайтын туысқандары да бере алуы мүмкін. Ата-ана құқығынан шектеудің негіздерінің бірі бұл ата-ананың өзінің міндеттеріне немқұрайлы қарауы және осының нәтижесінде балаға қатысты ауыр жағдайдың орын алуы негіз болып табылады. Және екінші жағдай бұл ата-ананың өзіне байланысты емес
негіздермен баланың күтімін жүзеге асыра алмауы. Мысалы, белгілі бір науқасқа душар болуы, өзінің психикалық денсаулығының ақауына байланысты балаға толық күтім жасай алмаса, онда қамқоршылық және қорғаншылық органы немесе екінші ата-ана, болмаса туыстары, болмаса прокурор осы арызбен сотқа жүгініп, біз осы мәселені қарап шешім шығаруға міндетті боламыз. Ата-ананың екеуінің де құқығы шектелген жағдайда бала кімнің қарауына беріледі? Егер әке де шеше де балаға қатысты өзінің құқықтарынан шектелген болса, онда бала қамқоршылық және қорғаншылық органының қарауына беріледі. Қамқоршылық және қорғаншылық органының өзінің құзыретін жүзеге асыру бұл баланың тұрғылықты мекенжайы бойынша анықталады. Және қамқоршылық және қорғаншылық органның бірінші шешетін сұрағы баланың орналасу орны. Баланы туысқандарына, болмаса балаларды ұстап бағуға арналған арнайы ұйымдарға тапсыру. Қандай жағдайда шектеу салдарының күші жойылады? Бұл жерде дәл ата-ана құқығынан айыру жағдайы секілді шектеуде де әкенің немесе шешенің балаға қатысты өзінің міндеттерін толық жүзеге асыра алу мүмкіншілігін сот назарға алады. Дариға Қазбекқызы, жалпы жыл басынан бері облыстық кәмелетке жасы толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында осы ата-ананың құқығынан айыру туралы қанша іс қаралды? Бұл туралы статистика бар ма жалпы? Егер біз жалпы алатын болсақ, кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған соттар Қазақстан Республикасының бар облыстық аумақтарында, Алматы, Астана, Шымкент қалаларында бөлекше орналасқан, және Алматы облысының ауқымы тым үлкен болғандықтан, бізде республика көлемінде екі облыста кәмелет жасына толмағандарға қатысты екі сот бар. Егер біз жалпы мәліметке сүйенетін болсақ, кәмелет жасына толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттар құрылған уақыттан бері егер санасақ, жылына кемінде республика бойынша 8 мыңға тарта істер 2016 жылы, 2017 жылдары тіркелген. Қазіргі уақытта, яғни бертін келе 2020 жылдары бұл істердің саны 2 есеге төмендеп, дәл осы соттың қарауына 4 мыңға жуық азаматтық істер келіп түскен. Жалпы Ақмола облысы бойынша санайтын болсақ, келіп түсетін істердің 30% осы құзырлы органның, яғни қамқоршылық және қорғаншылық органның ата-ананың құқығын шектеу және ата-ана құқығынан айыру туралы арыздар 30%-ын құрайды. Сәйкесінше 2022 жылы Ақмола облысы бойынша кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың қарауына 200-ге жуық азаматтық іс тіркелген болса, сәйкесінше оның 30%-ы 57 іс шамасында құрайды. Барлық істер дерлік толығымен жан-жақты зерттеледі. Қамқоршылық және қорғаншылық органының беретін қорытындылары, прокурор қорытындысы және бұл істерге полиция бөлімінің қызметкерлері де қатыстырылып, олардың ата-анаға қатысты оның тұрғылықты мекенжайы бойынша беретін сипаттамасы, мінездемесі де назарға алынады. Осылайша бүгінгі күнге түскен істің жартысы дерлік талап арызды қанағаттандырудан бас тартылған. Себебі ата-ана құқығынан айыру бұл ең соңғы және ең ауыр шара деп мемлекет тарапынан бағаланады. Дариға Қазбекқызы, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мынау республика бойынша алғашқы бетте 8 мыңнан астам іс келіп түссе, бертін келе араға жылдар салып, оның саны тіпті 2 есеге дейін қысқарған екен. Жалпы маман ретінде оның төмендеу көрсеткіші немен байланысты болып отыр? Ең бірінші айтатын болсақ, кәмелет жасына толмағандардың ерекше қамқорлықты қажет ететіні бұл сөзсіз. Екінші мәселе бұл мемлекет басшысының және мемлекеттің ұстанған саясаты. Біз білеміз, әрқашанда ұрпақ болашағы ұлт болашағы болып табылады. Сондықтан да ең басты назар, егер біз өзіміздің ұлтымыздың санасы ояу,
көкірегі биік болғанды қаласақ, әр болашақ азамат өзін қайратты, жігерлі болуын қарасақ, біз жалпы отбасының тәрбиесіне, отбасының ішіндегі ата мен ананың бір-біріне деген қарым-қатынасына назар аударып, мемлекет басшысының тәрбиенің отбасыдан басталатын саясатын бекем ұстағанымыз абзал. Дариға Қазбекқызы, қалай десек те қазақтың дана сөзі бар, тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Қашанда үйдегі отбасындағы тәрбиеге байланысты баланың да жауапкершілігі артатын білеміз. Бүгін біздің хабарымызға қатысып, мынау жауапкершілікке қатысты толымды ақпарат бергеніңізге алғысымызды айтамыз. Рахмет сіздерге де. Бала құқығы оның сәби күнінен бастап кәмелетке толғанға дейін ерекше қамқорлық сезімінде өмір сүруі, материалдық қамтамасыз етілуі, қандай да бір зорлық-зомбылықтан қорғалуы, қоғамға сіңуі, осылардың барлығының түйіндісі ретінде тәрбие беруден тұратыны анық. Қадірлі көрермен қауым, осымен төрелік бағдарламасының кезекті шығарылымы аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.